Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемдегі таңғажайып кітапханалар. Грамматикалық тақырып топтау істеуі. Сабақтың мақсаты әлеуметтік, мәдени, ресми, іскери тақырыптарға байланысты диалог монологтардағы көтерілген мәселені талдау. Істеудің мағыналық түрлерін ажырату. Бағалау критерийлері тыңдалым материалындағы көтерілген мәселені анықтайды, істеудің мағыналық түрлерін ажыратады, берілген тақырыптарға байланысты диалог, монолог, оның ішінде нұсқаулық, құттықтау, хабарландыру, жаңалық жасады. Мен саған, сен маған айдары бойынша мына сұрақтарға жауап берсеңіздер. Кітапханаға жиі барасыңдар ма? Кітап оқуды ұнатасыңдар ма? Әлемдегі қандай таңғажайып кітапханаларды білесіңдер? Балалар, әлемдегі қандай таңғажайып кітапханалар бар екенін мына ақпарат арқылы тыңдаңыздар. Швейцариядағы Сен-Галь абатындағы кітапхана орта ғасырлық кітаптарға бай. Соңғы санақтар бойынша мұнда 160 мың кітап бар екені анықталған. Оның 400-ге жуығының жазылғанына 1000 жылдан астам уақыт болды. Ал әлемдегі ең үлкен ғылыми кітапхана Ирландияда. Мұнда көне манускрипт, карта және ноталар да сақталған. Мыңдаған қолжазбалар мен мерзімді басылымдарды қорында сақтаған Прагадағы Строговск монастырының кітапханасының негізі 1149 жылы қаланған. 8 қабаттан тұратын Калифорниядағы Гейзель атындағы кітапхана атақты балалар жазушысы Теодор Сьюз Гейзельдің құрметіне ашылған. Ал Голландиядағы Дельфт технологиялық университетінің кітапханасы ерекше үлгідегі әлемдегі бірден-бір ғимарат болып саналады. Әлемдегі ғажап кітапханалардың бірі Мехико қаласында орналасқан. Мексиканың білім министрі болған Хосе Васкенсолостың құрметіне ашылған кітапханада әлемнің баға жетпес жауһарларын кездестіресіз. Сыртқы көрінісі Колизейге ұқсас 9 қабатты Ванкувер кітапханасына бару көпшіліктің арманы. Әлемдегі ең белді кітапханаларды жобалаған архитектор Моше Савдидің Солт-Лейк-Ситидегі туындысы 2003 жылы салынған. Ал Ұлыбританиядағы ең үлкен кітапханаға бәріне бірдей кіруге рұқсат етілмеген. Тек 2000 жылдан бастап қана кітапхана қарапайым оқырмандарға қызмет ете бастады. Жақсы. Енді тапсырма. Тыңдалым мәтіні бойынша кестені толтырыңыз. Бірінші бағанға бейне материал қандай жанрда берілген? Екінші бағанға көтерілген негізгі 3 мәселені жазу. Балалар, біз сендерменен істеудің мағыналық түрлерін өткен болатынбыз. Естеріңде болса, мезгіл істеуі, мекен істеуі, мақсат істеуі, сын қимыл істеуі өткенбізде. Бүгін топтау істеуімен танысамыз. Топтау істеуі қимылдың, іс-әрекеттің бірігуі арқылы жасалатынын білдіретін істеудің түрі. Топтау істеуі қаншадан, нешеден, нешеуден, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, екеулеп, үш-үштен, бас-басына деген істеулерден жасалады. Енді оқулықтың 185 бетіндегі 9-шы тапсырмаға назар аударайық. Сөйлемдерді оқып, топтау істеулерін теріп жаз. Бірінші, сөйлемдерді мұқият оқып шығамыз. Екінші, топтау істеулерінің сұрақтарын қойып,
үстеуді анықтап, дәптерге сауатты жазамыз. Келесі тапсырмамыз таңдауың өз қолыңда деп аталады. Ұсынылған жанр түрлерінің бірін таңдап, кітапханашыларға құттықтау хат жазу. Естеріңе сала кетейін, балалар, елімізде 15 қазан кітапханашылар күні. Осы мерекелерімен құттықтап, кітапханашыларға құттықтау хат жазуға болады. Немесе оқырмандарға арналған кездесу кеші туралы хабарландыру жазу. Сендер білесіңдер, кітапханада түрлі әдеби кеш, поэзия кеші, не болмаса конференциялар оқырмандарға арналған өткізіледі. Сол туралы хабарландыру жазуға болады. Болмаса кітапханадағы бір күн туралы жаңалық жазуға болады. Не болмаса кітап оқу туралы нұсқаулық құрастырып жазуға болады. Кітап оқуды қойған адам ойлауды да қояды дейді. Сол себепті кітап оқу туралы нұсқаулықты құрастырып жазу өз қолдарыңда. Дескриптор бірінші тақырыпты ашады. Екінші жанрлық құрылымын сақтайды. Үшінші топтау үстеулерімен байланыстырып сауатты жазады. Бүгінгі сабақ мақсатына қаншалықты қол жеткізгенімізді анықтау үшін кері байланыс берейік. Кері байланыс тілек парағы. Жақсы орындағаным не болды? Өзіме не алдым? Қызықты болған не? Қандай кедергілерге кездестім? Не болмаса кездескен кедергілерді қалай еңсердім? Үй тапсырмасы. Қазақстанда таңғажайып кітапхана болу үшін қандай іс шаралар ұйымдастырар едіңіз? Ойыңызды жаңалық ретінде жеткізіңіз. Адам баласы ғылым мен білімді, өнер мен өнегені кітаптан алады. Кітап жан азығы деп бекер айтылмаған. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.